أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ассаламу алейкум. Досым, қайырлы күн. Мен сенімен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Жүрекке нұр сыйлаған боямақ атты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның ең соңғы дәрісін көріп отырмыз. Алла Тағала бұл дүниеге адамдарға мейірім мен тура жол көрсету үшін Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды пайғамбар етіп жіберді. Ол тек бір қауымға емес, бүкіл адамзатқа жіберілген рақым еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан біреудің көңілін қалдырмады, жамандыққа жамандықпен жауап бермеді, кешірім мен сабырды таңдады. Сол үшін де оның жанында болған әрбір адам жүрегінен тыныштық тапты. Ол жетімді көрсе, қорғайтын қамқор болды. Кедейге кездессе, өзінен бұрын соны ойлады. Балаларды көргенде жүзінен нұр төгілді. Әйелдерге құрмет көрсетуді иманның бір бөлігі деп үйретті. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам түн тыныштығында тұрып, көз жасымен үмметіне дұға етті. Өзі шаршаса да, үмметінің амандығын тілеуден еш шаршамады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өмір баяны Құранның тірі көрінісі еді. Сөзі де, ісі де Алланы еске салатын. Оны таныған жан жүрегінде мейірімнің артқанын сезеді. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы еске алғанда жүрегіміз жұмсарып, жанымыз тынышталады. Өйткені ол жүрекке нұр сыйлаған пайғамбар. Уа Алла, бізді Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сүннетін сүйетін, оның мінезін өмірімізге енгізетін үмметтен ете көр. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өмірі балаларға нені үйретеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мейірімді болуды үйретеді. Ол балаларды жақсы көрді, құрметтеді. Баланың көңілін қалдырмады. Бізге жақсылық бірінші болып жасауға үйретті. Сабырлы болуды үйретеді. Ашулансаң жаман сөз айтпауды үйретеді. Кешіре білуді, әдепті, сыпайы сөйлеуді үйретеді. Ата-ананы құрметтеуді үйретеді. Үлкенге сәлем беруді, кішіні қорғауды үйретеді. Жұмсақты жұмсартады, жүректі жұмсартады, қорқынышты азайтады, жақсылыққа сендіреді, Аллаға жақындатады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сияқты болу, жақсы болу деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздің ең жақсы ұстазымыз. Оның өмірі бізге жарық жол, оған еру бақытқа апарады. Досым, сен Алланың сүйікті пендесісің. Жақсы бала, мейірімді бала. Кішкентай жақсылық үлкен сауап. Әр күніңді дұғамен баста. Шындық айту батырлық, сабырлы болу, күшті болу. Үлкенді құрметтеу имандылық, кішіні сүю сауап. Таза жүрек, ең әдемі жүрек. Құран жүректің шамы. Жақсылық жаса, Алла оны әрқашан көреді. Әр күннің нұры нұрлы болсын. Дұғаң сенің қорғаның болсын. Жүрегіңді таза сақта, күлімдеу әркез садақа. Сабыр етсең жеңесің, әдепті бол, абыройлы бол. Әрқашан Алла сені көреді. Мейірімді бол, бақытты бол. Иманды жүрек, жарық жүрек. Жақсы мінез, үлкен байлық, тыныш жүрек, қуанышты жүрек. Я Раббым, осы дәрісті көрген әрбір баланың жүрегіне иманға толтыр, тілін шындыққа, қадамын жақсылыққа бағытты. Әмин. Аллаху